Сәлем достар. Мінекей өйстіп, холодильниктің, морозильниктің түбінде жиналып қалған бүкіл құйрық май, іш май, бөтеке май сияқты бүкіл майларды жинап, жақсылап, жуып, тазалап, майдалап турап аламыз. Қараңыздар, бір жылдан бері жиналған майлар 2 ыдыс тола болды. Осы майларды аламыз да далаға үлкен қара қазанға от жағып балаларымыздың көмегімен жақсылап шыжғырып аламыз. Мінекей қараңыздар, қазанды жақсылап тазалап алдым. Түбіне енді кішкене ғана май салып, сол май ерігенше араластырып қуырамын. Егер майдың барлығын бірден салатын болсам, қазанның түбіне жабысады да қалады. Мына кішкене көмекшім менің жақсылап араластырып тұр. Әлі от қатты жанып жатқан жоқ. Абай болыңыздар. Ошақтың басына балаларды жақындатпауға тырысыңыздар. Міне, қызым араластырып болды. Енді отты қатты жағам, қызымды қуып жібердім. Отты қатты жағып, жақсылап тұрып, аямай отты жағамыз. Майды ерітеміз де, сосын қалған майдың барлығын салып, жақсылап қуырамыз. Бұл майларды құр бекер тастамай, осылай шыжғырып алатын болсаңыздар, көп уақытқа жететін, кемінде 5-6 айға жететін сұйық май шығады. Қараңыздар, қазір қойы болып тұр ғой, туралған. Аздан кейін көресіздер. Нағыз сиқыр осы жерде. Ол майдың бір жақсы жері қыс бойы күш береді. Таңертең пиязбен қуырып, балаларыңызға, жігітіңізге беретін болсаңыз, қыс бойы тоңбайды, тоңдырмайды, жақсы күш береді. Күн ұзақ қарындары тоқ жүреді. Сондай керемет сиқырлы май десем де болады. Қараңыздар, жақсылап қуырылды. Сұйық май әбден шықты. Көрдіңіздер ғой, араластырып жатырмын, әлі қуырып жатырмын. Тұз салдым. Тұз салмасы ешқандай астың дәмі болмайды, тұзсыз. Сол себепті тұз салып араластырып жатырмын. Болды, міне дайын болды. Енді сүзіп алам. Бүкіл қоюларын сүзіп аламыз. Оны да тастамай, самсаның ішіне салуға, немесе тамаққа қосып жіберуге болады. Ешқандай артықтығы жоқ. Қалған майды, сұйық майды сүзгіден өткізіп сүзіп аламыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, 5-6 айға жететін сұйық май. Және самсаның ортасына салатын майда дайын. Қолданып көріңіздер, еш зияны жоқ, өкінбейсіздер. Сау болыңыздар.